Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге ұйғыр ұлтының лағман тамағын дайындаймыз. Ең алдымен бізге салқын су керек. Салқын суымызға біраз қасық тұзымызды салып, ерігенше араластырып аламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Тұзымызды ертіп алған соң суымызды құямыз. Оның үстінен ұнымызды саламыз. Ұнның грамын салған жоқпын, қатты тығыздықта қамыр илейміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп алыңыз. Қамырымызды илеп болған соң, қамырымызды жұлып қайтадан илейміз. Біздің қамырымыздың июі жақсы қануы керек. Ашин басын біріктіріп қойып қойсаңыздар, онда лағмандарыңыз езіліп, дұрыс шықпай қалады. Қамырыңыздың июі жақсы қанса, қамырларыңыз күшті болып шығады, езілмей қатты болып шығады. Дәл мен көрсеткендей етіп жасасаңыздар, қамырларыңыз күшті болып шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналды одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, менің осы видеомды достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп, поделиться етіп отырсаңыз. Илеп болған соң 5 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды алып, қайтадан июін қандырып илейміз. Біздің қамырымыздың июі жақсы қануы керек. Дәл осылай 4-5 мәрте қайталаймыз. Дәл осындай беті тегіс, жылтыр қамыр болу керек. Дәл осындай тығыздықта. Қамырымыз күшті болды. Қойып қоямыз. Енді подливын дайындаймыз. Барлығын алдын ала турап қойдым. Барлығын описанияға жазып қойдым. Сұйық майымызды ыдысымызға құйып, майымызды қыздырып аламыз. Қызған соң етімізді саламыз. Етіміз сарғайғанша қуырып аламыз. Қуырып алған соң үстінен пиязымызды салып, пиязымызды сарғайғанша қуырып аламыз. Қуырып алдық. Енді үстінен пекинский, яғни китайский капустаны тураймыз. Пекинский капустаны бір жапырағын. Үстінен редька, сәбізімізді салып, араластырып қуырамыз. Яғни біздің капустамыз кішкене басылып қуырылу керек. Қуырылған соң үстінен томатымызды құямыз. Менде томат қою болғандықтан 2 шай қасығым томатымды салып, үстіне кішкене су құйып араластырдым. 1-2 минуттай қуырып алған соң үстінен чесногымызды саламыз, сарымсағымызды араластырып қуырамыз 1 минуттай. Үстінен тәтті бұрыштарымызды саламыз. Сельдерей, керекті осындай жапырақтарымызды саламыз. Барлығын описанияға қалдырып кетемін. Суымызды құямыз. Яғни етіміз барлығы батып тұру керек. 1 сағатта қайнатамыз. 1 сағаттың ішінде піседі. Пәс отта қайнатасыздар. Енді қамырымызды жаямыз. Астын майлап алып, қамырымызды қойып, қолмен осылай жайып шығамыз. Дәл осылай ұзынша етіп, жіңішке етіп турап аламыз. Менің каналымда бұдан да басқа дәмді рецептер бар. Каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Осындай хамир хасиб өте дәмді. Мантыға ұқсайтын рецепт бар. Май қамырдың рецепті бар. Бұдан басқа пирогтардың, бауырсақтардың неше түрлі рецептер бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Қамырымызды дәл осылай қолымызбен қысып, майлы болғандықтан тайғанақтайды.
қолымызбен қысып кішкене ғана созып аламыз. Барлығын осылай созып алған соң 10 минутқа қойып қоямыз, бетін жауып көлеңкемен. 10 минуттан соң қамырымыз босайды. Міне енді ыңғайлы жайғанға. Кішкене жұмсарған. Барлық қамырымызды дәл осылай жайып шығамыз. Мен көрсеткендей етіп жасап шығасыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп бөлісіп отырсаңыздар. Барлығын осылай орап қойғаннан кейін бетіне кішкене ғана пістемаймыз, жағып шығамыз. Көп жақпайсыздар, бетіне аз ғана жағасыздар. Бетін көлеңкемен жауып, екінші қатарында дәл осылай қойып шығамыз. Оның да бетін дәл солай майлап қоямыз. Бетін көлеңкемен жауып, тағы да бір 10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз бағанағыден де кәдімгідей жұмсақ болды. Енді жұқа етіп жайғанға да икемге келіп тұр. Жіңішке етіп жай аламыз. Барлық қамырымыз міне, осы кішкене болса да жіңішкерді. Дәл осылай барлығын созып аламыз қамырымызды. Енді бағанағыдей 10 минутқа қойып қоймаймыз, тағы да осылай созып аламыз қайтадан. Барлығы уже тастап жатыр өз-өзін қамырлар босап. Енді барлығын осылай жайваған соң, қамырымызды осылай қолға орап аламыз. Дастарханға қамырымызды осылай ұрып жібереміз. Қамырымыз одан сайын жіңішкере бастайды. Барлық қамырымызды дәл осылай орап қолымызға жаңағыдай сілкіп аламыз. Осы кезде ыдысымызға су құйып, отқа қойып қоямыз. Суымыз қайнай беру керек. Міне барлығын осылай жасап аламыз да, қайнаған суымыздың үстінен созып алған қамырымызды саламыз. 6-7 минутта пісіріп аламыз. Езіліп кетпесін, байқап пісіріп аласыздар. Осылай шанышқының көмегімен арасын ашып жібересіздер. Майланғаннан кейін мүлдем жабыспайды бір-біріне. Бетін жауып, қайнатып аламыз. Піскен соң салқын суға салып аламыз. Денесі ширайды, яғни қамырымыз ширатылып, әдемі болып шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша канал одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдыра кетсеңіздер, істеп көріңіздер, өте дәмді болып шығады, ас болсын.